Biz бүгінгі концертімізді әйгілі күйші, өз өнерімен халқын сүйсіндірген Құрманғазының төл шәкірті Дина Нұрпейісованың 160 жылдық мерейтойына арнағалы отырмыз. Дина шешеміз Құрманғазы шәкірттерінің ішіндегі ең бөлек тұрған күйші. Жасы 90-ға келсе де қолындағы домбырасы түспей, өмірінің соңғы сәтіне дейін сол өзінің жан серігі домбырасымен бірге болған адам. 1861 жылы Орал облысы, қазір Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы Бекетай құмында дүниеге келген. Динаның әкесі кенже орта шаруа болған. Ол өз қатарларының арасында домбырамен ән айтып күй тартқан өнерлі адам болса керек. Сол өнері Дина баласы Динаға да қонса керек. Дина жас күннен сол домбыра тартып, ат шабысқа қатысып, күреске қатысып, еркін өседі. Әкесі кенже де, шешесі Жамиға да сол Динаның осы өнерлеріне сүйсіне қарап, көмектесіп, екі жақтап еркін өскенін қалайды. 1870 жылы, яғни Дина 9 жас кезінде ұлы Құрманғазы кенженің ауылына келеді. Бірінші рет Динаның ұлы күйші Құрманғазымен кездескені осыдан басталады. Содан Құрманғаздан күйреніп, шәкірт атанады. Одан келді бері көптеген композиторлардан Дәулеткерей, Түркеш, Мүсірәлі барлығынан күйреніп, өзінің өнерін толықтырады. Сөйтіп Дина күйші қыз атанады. Енді Динаның сол өзінің туған жеріндегі өмірі, сосын кейін тағдырдың айдауымен Астрхан бойындағы өмірі, сосын кейін Алматыдағы өмірі, әрқайсы жеке-жеке әңгімелеуге тұратын үлкен әңгіме. Дина артына мол мұра қалдырған адам. Халқының қуанышына риза болып, елінің өркендеген көріп кеткен адам. Дина біздің әрқашанда есімізде, халқының көңілінде мәңгі қалмақ. Динаның домалатпай атты күйіне дүниенің шексіздігі, адам өмірінің жалғандығы өзек болған. Бұл негізінен мұсылман эстетикасына тән түсінік. Сондықтан мұсылман ақындарының шығармаларында бұл түсінік үлкен орын алған. Мұндай түсініктің қысқаша мазмұны 18 ғасырда өмір сүрген Әзірбайжанның ақын қызы Мехсети Ганжауидің мына төмендегі өлеңінде айтылған. Талай жылдар уақыттың тегешінде, айналамын не тірі, не өлі емес. Айналар, бәр айналар жер өсінде, басымда айналады, көпнікте мәлім емес. Бұл өлеңді Дина философиясына әдеби параллель деп айтуға болады. Мұхамбетова менің жігер деген күй табағымдағы, менің орындауымдағы жазған аннотациясы.
1945 жылы 30 сәуірде Берлиндегі Рейхстагқа Рахымжан Қошқарбаев атамыз жеңіс туын тіккен болатын. Осы жеңісті аңсаған, армандаған ата-бабаларымыздың жақсы жаңалық сүйіншілеп келгенде Дина әжеміз шабыттанып жеңіс деген күй шығарған болатын. Осы жеңіс күйін қазір сіздерге арнап орындап берейін. Дина Нұрпейісованың күйі «Науаи». Бұл күйі қос жанарынан айырылған тағдырдың тәлкегіне түскен, өмір бойы налып тағдырға мұңын шаққан, көкірегін небір зарлы әуендер ақтарылған Балым есімді құрбысының Соқыр қыздың әні атты әуеніне негізделген. Динаның бұл күйі Балымның бақытсыздығынан көрі, оның бойындағы бұла дарынға сүйсінуден туған сияқты. Балымның өнерін бұлбұл құсқа теңеген Дина, сен бұлбұл болып тудың, бұлбұл болып ортамызда жүрсің деп, жігерлі серді мен тиянақты ойды түсіндіреді. Бұл қазақтың аспаптық музыкасындағы бұлбұл атаулы күйлердің арасындағы теңдесі жоқ туынды. Орындаушы Бауыржан Жолдыбеков.
Қазақстанның 20 жылдық мерейтойына арнап, халқының шат-шадыман өмірін суреттеп, Дина әжеміз өзінің тойбастар күйін шығарады. Осы күйді мектеп оқушыларының орындауында тыңдаңыздар.